Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге күнделік KZ-ке қамыжының сілтемесін қоюды үйрететін боламын. Сіздердің алдарыңызда күнделік KZ-дің бір парақшасы 9 Д сыныбы орыс тілі және әдебиеті пәні. Осы 16 сабағына қамыжының сілтемесін қоятын боламын. Ол үшін біз Google аккаунтқа кіреміз. Егер де аккаунт ашылмаған жағдайда міндетті түрде аккаунт ашамыз. Енді оң жағында көп нүкте берілген, сол көп нүктеге басамыз. Ішінен диск деген батырмаға басамыз. Мына дискіміз шықты. Енді ең жоғарыда сол жақта создать деген батырмаға басамыз. Ішінен ең жоғарыда создать папку батырмасына басып, жаңа папканың атын жазамыз. Мен мысалы 9 сынып КСП деп қоям. Создатьқа басамыз. Мына дискінің ішіне 9 сынып КСП деп папка аштым. Енді қайтадан кері создать батырмасынан басып, ішінен загрузить файлы деген батырмаға басамыз. Енді жұмыс стилінен алдын ала дайындап қойған қамыжымызды тауып аламыз. Мына КСП плаха деп алдын ала дайындап қойған қамыжым. Мына алдарында көріп тұрғандай папкаға қамыжыны жүктеп алдым. Енді сол қамыжының үстіңгі жағында 3 нүкте берілген, сол 3 нүктеге басамыз. Поделиться басқан кезде открыть доступ деп шығып тұрады. Мына жерде доступ ограничен деген басқанда, мына жерде все, у кого есть ссылка батырмасына басамыз міндетті түрде. Сосын ең төменгі жағында копировать ссылку. Ссылка скопирован деп шықты. Енді готовыға басамыз. Енді қайтадан кері өзіміздің күнделік KZ-ке ораламыз. 9 Д сыныбының орыс тілі және әдебиеті пәні бойынша 16 сабақты тауып аламыз. 16 сабақтың тақырыбы Плаха Чингиз Айтматов деп тұр. Соған астыңғы жағында КСП деп тұр. Сол жерге банағы қамыжының сілтемесін саламыз. Ол үшін Ctrl плюс V батырмасын басқанда бізде мына жерде автоматты түрде қамыжының сілтемесі шығады. Мұны көріп тұрсыздар. Енді мына жерде басқа тақырыптарда КСП деп тұр. Бос. Енді мына жерде 16 сабақ Плаха Чингиз Айтматовта менің қамыжымның сілтемесін көрініп тұр. Сілтемесі. Егер де банағы қамыжымыздың ішінде бір нәрселер дұрыстайтын болған жағдайда, немесе дұрыс болмаған жағдайда, бұл ссылканы, сілтемені жоюға болады. Мына удалить ссылку на КСП деп тұр. Мына корзинаның басқан кезде бұл ссылка жойылады. Осы бағытта қамыжының сілтемесі арқылы
күнделік кезетке жүктеуге болады